Шымкент қаласында әлдекімдер көшеде кетіп бара жатқан әйелді ұрып соғып, зорлап кеткен. Келіншекке жәбір көрсеткендер тіпті оның басына салафан пакет кигізіп, тұншықтырып өлтіруге әрекет жасаған. Бұл туралы Не молчи kz қоғамдық қоры Instagram желісіндегі ресми парақшасында жариялады. Онда жантүршігерлік оқиға 26 мамыр күні орын алғаны айтылған. Әйел кешке жақын өз үйіне бара жатқан уақытта оған бір топ ер азаматтардың шабуыл жасағаны белгілі болды. Олар келіншекті өлімші етіп сабап, салафан пакетімен тұншықтырған. Одан бөлек қылмыскерлер Шымкент қаласы тұрғынының тістерін сындырыпты. Белгілі болғандай, жәбірленушінің миы шайқалып, есінен танып қалған. Бір топ ер адам оны өліп қалды деп ойлап, денесін бұтақтармен жауып кеткен көрінеді. Алайда келіншек есін жинап, үйіне әрең дегенде жеткен. Әйелдің түрін танып болмайды. Бұны көрген жолдасы мен балалары жағаларын ұстап отыр. Келіншектің күйеуі егер әйелі қайтыс болған жағдайда оны тек денесіндегі қалы мен киімдер арқылы тануға болатын мәлімдеген. Жапа шегуші ауыр шок алған. Алғашқы күндері әйел қорыққанынан қылмыс фактілерін жоққа шығарып, ештеңені ашып айтпаған және әлі күнге дейін дұрыс жауап бермейді дейді Не молчи kz қоғамдық қорының өкілдері. Желіде жарияланған сурет кадрынан келіншектің беті мен денесінде көгерген іздер көп екенін аңғару қиын емес. Ал Шымкент қалалық полиция департаментінің басшысы Ералы Жұмаханбетов істі өз бақылауына алатынын мәлім етті. Ведомство қазіргі уақытта басқа еш нәрсені ашып айта алмайтындарын жеткізген. Тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.